Денсаулығы мен өнерін бапта ұстайтын әнші Тамара Асар бүгінде шағын кәсіппен айналысып жүр. Әнші енді суретшілікке де ден қойған. Ерекшелігі самаурынның сыртына суреттер салып тапсырыстар қабылдайды. Ол үшін арнайы ілім іздеп білім алып, бір жылдың көлемінде осы кәсіппен айналысуды бастаған екен. Бұл туралы толығырақ әншінің өзі әңгімелеп берді. Менің негізгі тізгінімді ұстайтын, негізгі рұқсатым денсаулықтан. Сондықтан мен бабыма шығармашылығымен айналысып, таңертең тұрып суретімді салып, одан кейін өзімнің жаттығуларымды жасап жүретін адаммын. Сол сурет салғанды жақсы көрем. Қазір самаурындарға сурет салып әуестеніп, оны енді мен әуесқой суретшімін ғой, мен кәсіби суретші емеспін. Сондықтан арнайы мамандардан оқып, ізденіп, Ресейге барып, самаурындармен айналысып жүрмін. Осылайша суретшілігін кәсіпке айналдыра білген әнші бұған дейін самаурынды жақсы көретінін жасырып келген. Айтуға ұялатынмын дейді. Дегенмен ыстық шайы қайнап, жанға рахат сыйлайтын самаурынды бар қазақ жақсы көретіні сөзсіз. Осылайша әнші жақсы көретін нәрсесін сүйікті кәсібіне айналдыруды жөн көріпті. Мынадай әдемі суреті мен жазулары бар самаурынды тек тапсырыспен жасайды екен. Біздер тек тапсырыспен ғана жасаймыз, тапсырыспен ғана сурет саламыз, әдемі суреттер. Дегенмен әнші Тамара Асар бұған дейін айта бермейтін сырымен бөлісті. Самаурын кәсібіне әнші тосыннан келмеген. Бала арманының орындалуына, бүгінгі күнге жетуіне мотивация берген самаурын туралы естелік әңгімесін айтып берді. Сөйтсе, бала кезде алған сыйлық бүгінде Тамара Асарды кәсіпкер әншіге айналдырған екен. Самаурын деген мен жайдан жай айналысқан жоқпын. Бұл менің бала күнненгі арманым. Бала күнімде бір кішкентай самаурынды әншілер байқауынан ұтып алып, сол самаурынды кішкентай тәбәрік қылып, кішкентай болады ғой, жақсы көретін дүние қылып сақтағанмын. Содан кейін бір ауырғанда түсімде самаурыннан шай ішіп отыр екем. Сосын кейін самаурынды кәсіп қылып, самаурыннан шай ішкенді жақсы көріп, анам шай бергеннен кейін сол самаурынмен айналысып кеттім. Өмірде де, өнерде де өжеттілігімен көзге түскен дарынды, дарабоз әнші өзінің қайсар мінезімен ерекшеленеді. Оның әрбір әні жүректен жүрекке жетіп жатады. Сол себепті де халықтың сүйіктісіне айналған. Ал Музон арнасы әншінің жаңа кәсібіне шығармашылық табыстар тілейді. Жеке өміріндегі құпиялардың құлпын ашқан Төреғали Төрәлінің қуанышында көпшілік қос қызын көре алмады. Менің қыздарым кішкентай әлі. Мен кішкентай кезімде ата-анамның тойын қарап отырып, альбомдарын ақтарып отырып жылаппын. Мен қайдамын? Мен тойда жоқпын ғой деп. Біздің кішкентайларымыз олай жыламайтын шығар. Сендер үйде болдыңдар деп айта саламыз. Олар әлі кішкентай. Тойға келгеннен кейін қарап жүру керек. Кешке қарай балалар мазасызданады дейді жас әке. Төреғали Төрәлі жұбайын жұртқа таныстырғанымен, бұдан былай толқын көпшіліктің көз алдында жүреді деген сөз емес дейді әнші. Сондықтан 25 жастағы сері алдағы уақытта қос қызы мен олардың анасын ел назарынан алшақ ұстауға бекініп отыр.